Мен немере сүйіп отырған жас әжемін. Бірақ көңілім әлі жас, қаншама басы бос өзім қатарлас сері ағалар кездесе де, оларды қаламадым. Ал мына жалындаған жас бала есімді кетірді. Тіпті жас болып киініп арықтайтын шөп дәрі ішіп бойымды күтетін болдым. Мен осы кафеде аспаз болып жұмыс істеймін. 42 жастамын. Өмірдің талай асуын артқа тастаппын. Ұлым 22-де үйленген. Алғашқы 2 жыл бірге тұрдық. Кейін екеуі өз таңдауларымен бөлек шығамыз деді. Мен қарсы болмадым. Ана жүрегі қимағанымен еркіндікті де түсінеді екен. Ренжіген жоқпын. Өйткені қартайып қалған ештеңем жоқ, жалғыз өзіме де жетемін. Үйім тыныш, жаным сабырлы. Кафеде жұмыс істей бастаған күннен бастап бір адам көзіме еріксіз түсе берді. Ол осы жердің шеф-повары. Жас жігіт. Менен 7 жас кіші. Алғашында апа деп сөйлейтін. Сол апа деген сөздің өзі жүрегімді бір түрлі елеңдететінін сезбей қалдым. Күн сайын ас үйде иық тірестіріп жұмыс істейміз. Бұл ыстық, асығыс тапсырыста адамдардың айқайы. Сол қарбаласта бір-бірімізге тірек болып жүріп, қалай жақындап кеткенімізді байқамай қалдық. Ол сырт көзге жас, нәзік көрінгенімен ішкі жан дүниесі қайратты еді. Қиын сәтте сабырлы, шешімді тез қабылдайды. Маған қарап жымиғаны, шаршап қалдыңыз ба деп жай ғана сұрағаны жанымды жылтып жіберетін. Бірте-бірте апа мен іннің арасындағы шекара білінбей өше бастады. Иә, ақылым бәрін түсінеді. Жасы кіші, үстіне үстемелеп бойдақ жігіт. Мен кіммін? Өмір көрген, бір баланы өсіріп, немере күтуге жақындап қалған әйелмін. Ол мені не қылады? Ертең жас қыз жолықса ше. Осы ойлар кей түндері ұйқымды қашыратын. Бірақ жүрек деген тыңдамайды екен. Ол қазір жанымда. Осы сәт қымбат. Осы сезім тәтті. Болашақтың не әкелетінін білмеймін, бірақ дәл бүгін мен қайтадан тірі жүргендеймін. Әйел екенімді, сүйілуге лайық екенімді сезіндім. Соңғы кездері 10 күнде бір рет өзім WhatsApp-ына жазған кезде ғана келеді. Бұрын жұмасына 2 рет кезетін едік. Қалай болғанда да жас жігіт қой. Өз теңін, өз қатарын тауып барып жүрсе де ештеме айтуға хақым жоқ. Себебі бастапқыда солай келіскен едік. Қайсымыз болса да өз адамымызды жолықтырсақ, өз жолымызбен кете береміз деп. Бірақ мен оған әбден басым кетіп қалыпты. Кеше WhatsApp-ына күндіз екеуміз жұмыста жүргенімде жаздым. Жұмыстағылар біліп қоймасын деп сыр білдірмейміз. Күндіз жауап бермеді. Ол кешкі 6-да үйіне кетті. Мен 8-ге дейін қалдым. Жүрегім аузыма тығылып, бойым тулап тынымсызданып жүрдім. Енді келмей қаларма деп қорқып мазам кетті. Ессіздік деген осы болар. Інімдей балаға аңсар болған бейшара екенмін. Үйге келдім. Түнгі 10 болды. Тағы жаздым. Мансұр, енді мен саған керек емеспін бе? Жігіт болсаң соңғы рет келіп айтып кете алмадың ба? Деп WhatsApp-ына небір орынсыз хаттар жаздым. Оқыды, үндемеді, мен ұйықтап қалдым. Түнгі 1-лердің шамасында телефоныма звондады. Қуанып кеттім, жас балаша шаттанып әп-сәтте алып, алло. Мансұр, жаным, деп даусым дірілдеді. Есікті ашасыз ба? Деп жаймен сөйледі. Халатымның алдын шала тағып есікке ұмтылдым. Ішке кіріп кухняға отырды. Шаршап келе жатырмын. Туған күннен шықтым, балдармен аздап сыра іштік деп жаймен сөйледі. Мансұр, неге соңғы кездері келмейтін болдың? Жас біреуің болса айтсаңшы, сені аяғыңнан шалмайым ғой, бірақ анда-санда болса да келіп қонып тұршы, саған ынтазармын, есім әбден ауған саған деп жап-жас мойнын тағатсыздана иіскедім. Ол ұзақ үндемей тұрды да, иә, менің барып жүрген қызым бар, ата-анам да күнде айтатыны бір әңгіме. Олар келін күтіп жүр. Деп басын төмен түсірді. Мен олардың бұл қалауын қатты түсінемін. Себебі өзімде ересек баланың анасымын. Артымнан қоздай еріп бөлмеме кірді. Мен бойымда қызғаныш сезімі, алаулап тұрған құштарлық, барлығы бірігіп денем қызым тұрды. Жасым 42-де болса да, бойымды күтіп қалған толық денелі әйелмін.
Әдемі киініп, тәтті крем мен әтірдің қымбатынан таңдап себемін. Мансұр шалқасынан қылжия түсті, маған тұңғиық терең қарап, сіз маған ренжулсіз бе? Деп сұрады. Жоқ, неге ренжимін? Түбі кетесің ғой. Бірақ қимаймын сені. Деп жаймен оған отырдым. Сізден көп нәрсені үйрендім деп жымиды. Тентегі ояу екен. Мен апақ гүлімді айқара ашып тентегіне отырғыздым. Қандай ыстық еді. Торсиып тұр еді. Мен ашыққан бөрідей жұтына жаздадым. Тізгін өз қолымда болғасын, өз техникамды салып икемдедім. Бозбала ғой, иесі танып бойынан электр тоғы бойлап өткендей дірілдеді. Мен болсам көпті көрген әкі әйел дәруменін түгелдей іштім. Сіз қандай отсыз? Деп төбеге қарап көз айналды. Осылайша уақыттың зуылдап өте шыққанын байқамадым. Арада 4 ай өтті. Мансұр үйленді. Жұмысын ауыстырды. Жұмыспен қоса номері де ауысты. Ал мен болсам сол тәтті естеліктерді жадымда сақтап қала бердім. Қазіргі таңда басым бос. Бірақ ешкімге көңілім бармайды. Тағдырдың жазуы болар. Енді алдымда қандай драма, қандай роман күтіп тұрғанын кім білсін. Алайда мен өз ісіне жауап беретін, ақыл тоқтатқан, бойын күтіп қалған жас келіншекпін. Бақытты болуға лайықтымын деп санаймын.